Қонақ кәде деген бар бізде. Қонақ кәде сұрайсыздар ғой. Сіздің ұсынысыңызды қабыл алмау мен үшін ол бір сын ғой деп ойлаймын. Әудемейдің қазақ жоқ дейді. Енді Ержан Жұмабек деген менің алтын досым бар, үзеңгілесім. Сол Ержанның «Қазақ деген Құдайдың қара өлеңі» деген бір поэзиясы бар. Өлең шумақтары, соны оқып берейін. Артынша ыңғайы келіп жатса, мүмкін ән айтып билеп беремін дейсің. Ән айтып беруге де кезек келетін шығар. Жақсы. Поэзия оқып берейін. Қазақ деген бір ел бар, білесің бе? Хақтан жеткен қалсын бір жіресіңде. Сенесің бе, білмеймін, сенбейсің бе? Жылайсың ба, білмеймін, күлесің бе? Күлетінің сенбейсің ғажабына, жылайтының сенесің азабына, жету үшін жүректің жұмағына, шыдап берген жүйкенің тозағына. Ойланбай-ақ ел үшін отқа кірген, бабаларым күн заңын жатқа білген, қаражаяу жүргенде басқалары алтын сауыт киініп атқа мінген. Барса келмес оралған сапардан жүз, екі өмірді тең көрген қатарданбыз, тәуелсіздік қазақтың алтын тәжі, мәңгіліктің жолында атарбамыз. Даламызда шалқиды арауені, баламызда арманның қарагері, көкірегі үндескен табиғатпен, қазақ деген Құдайдың қара өлеңі деп бітіреді. Осындай керемет өлең шумақ